Баршаңызға сәлем. Бүгін біз конфет тәрізді сыйлық қорапшасын жасайтын боламыз. Яғни балаларымызға ішіне түрлі түсті конфеттер, немесе маршмеллоу, мармелад, немесе тағы да кішкентай ойыншықтар салып, көлеміне қарай өздеріңіз таңдап, кез келген сыйлықты салып, сыйлық қорапша ретінде қолдануға болады. Ол үшін бізге осындай қатты картон керек, яғни біздерге қатты картонның көбіне қара немесе қоңыр түстері бізге қажет емес болып қалады. Сондықтан осыларды осылай қатты картон ретінде кез келген сыйлық қорапшаларын жасауға қолданамыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Өте оңай, өте қарапайым. Ол үшін міне өздеріңіз өлшеп алып, көлемін үлкен қыласыз ба, әлде кіші қыласыз ба, өздеріңіздің қалауыңызша осылай өлшеп алып, оны осылай орап көріңіздер. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай таңдаңыздар. Видеода көргеніңізде қағаз осылай дөңгелек етіп алдық. Одан кейін мен осындай гүл орайтын пакеттерді қолдандым. Әрқайсыңыздың өздеріңіздің қалауыңызша түрлі түсті қағаздарды жабыстырсаңыздар болады. Немесе салфеткаларды орауға болады. Болмаса өздеріңіз гуашьпен, немесе акварельмен бояуға болады. Әрине өздеріңіздің қалауыңызша мен осылай гүлдің пакетін қолдандым. Мінекей мен осыдан кейін осылай түрлі түсті гүлдермен әсемделген салфеткаларды қолдандым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мінекей мен өзім осы картонға қарай өлшеп алдым. Яғни байланғанда әдемі болып тұру үшін соның өлшемімен артық жерін қиып тастадым. Одан кейін міне пываклейімізді жағып, салфеткаларды мұжырып жабыстырдым. Яғни мұжырып жабыстыруымыздың мақсаты қазір лентамен байлаған кезде өте әдемі көріну үшін. Одан кейін міне
әртүрлі конфеттерімізді осылай ішіне салып, әрқайсыңыздың өзіңіздің қалауыңызбен кішкентай ойыншықтар немесе маршмеллоу мармеладтарын салып ішін толтырсаңыздар болады. Мен осылай конфеттерді салдым. Мінекей, одан кейін осылай лентамен байлап, конфет тәрізді етіп байладым. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және арнама тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар.